Ассаламу алейкум, бисмиллахир-рахманир-рахим. Фа мен қоф әрпінде мына фа әрпі осының алдындағы видеода түсіндірдім. Фа әрпі жолдың үстінде жазылады, ешқандай бөлігі жолдың астына түспейді. Тек жолдың үстінде ғана жазылады. Келесі әріп бізде жұптық әріптер, яғни қоф әрпі, жуан әріптерге. Қоф әрпі. Қоф әрпі сөздің басында осылай жазылады. Қоф әрпі өзінен кейінгі әріптерге қосылып жазылады. Сөз ортасында мысалы сөздер жазылып келе жатады, қоф әрпі қосылады. Қоф әрпі сөз ортасында. Одан кейін сөздің соңында қоф әрпі өзі жазылады. Жолдың астына түсіп, жері астына түседі. Бұның екі нүктесі бар. Қоф әрпінің екі нүктесі, фа әрпінің бір нүктесі бар. Енді сөздерде мынау фа әрпі жазылып тұр. Мына жерде дәл осы секілді нүктесін қозғалтпаймыз. Сөз соңында, сөз ортасында алдыңғы және кейінгі әріптерге қосылып жазылады. Сөз соңында қоф әрпі өзі жазылады, бірақ мына бөлігі жолдың астына былай түсіп жазылады. Қоф әрпі міне. Қоф әрпі сөздің басында. Бұл жерде өзгермейтін бөлігі тек мына екі нүктесі, мына дөңгелекше келген жері өзгермейді. Осы бөлігі сөздің ортасында да, сөздің басында да осы бөлігі өзгермейді. Енді сөздің жолдың үстінде жаңа айттым. Жолға мына бөлігі жолдың үстінде жазылады. Жолдың астына мына бөлігі түседі. Мына бөлігі мынамен жолдың үстіне шығады. Екі нүктесі бар. Есте сақтап алыңыздар. Келесі әріпке өтейік.